9 май туған күніміз дейтін бейшаралар. 9 май болмағанда біздерге ауыл қайда. Әр 9 майда ауылдағы ветерандар жиналып, Жеңіс Победаға барып, сояқа гүл тастап, баяғы қарағашын жеп, содан кейін әр көше ветерандар бар, дізіліп, міне үйге бір күн қонақ, әне үйге бір күн қонақ, туған күнде тойлайтын ек қой. Ол күн басқа тірліктің бәрін қоямыз. Малды соямыз, қазанды асамыз, қуырдат қуырамыз, бүкір ауыл болып, ветерандарды сыйлаймыз. Түймеш апаның өмірлік серігі марқұм Асанхан Мырзашаев 40 жылдардың қырғын бастан өткерген жанның бірі болатын. Ардагер отан қорғау жорығына туған елі Өзбекстанның тамды жерінен аттаныпты. 17-ге жаңа толған жауынгердің жорығы 1943 жылы басталған. Туған ауылынан Түйемен, Керемен деген жерге жеткен олар пойызбен жүріп Калининградқа жетеді. Осы жерден жауынгердің майдан даласында қанды жорығы басталған екен. Біздің Калининградтан түстік дейді ғой. Калининградтан дайындаған ғой бұларды. Соның ішінде атқыштар болдық дейді біздер дейді. Сонда баратқанда айтады ғой, бір вагонда 35-тей баламыз, 17-27 арамыз. Отан қорғау сапарына біз аттанып барамыз деп. Сонда аңғай 17-27-нің аратын 30-ға толмағандар алған ғой. Содан атқыштар болғаннан кейін, бір 3 айма дайындалғаннан кейін бірден жаңағы Великий Луки, Витебск деген қалаларда бірінші рет Витебскте шықтым дейді, наступление деген. Мына жазу барады. Вот Витебскке до Берлина деп, Берлинге дейін содан бардық дейді ғой кішералдар. Пулемет болған ғой. Мен командир полк болған кейін осколок тисе де қайтпаған. Марқұм Асанхан Мырзашаев өмір бойы артында қалған ұрпағына соғыстан бастан өткерген қиыншылықтарды айтып отырыпты. Белоруссия майданына қатысып, талай қанды қырғынды бастан өткерген пулеметші қазақтың қайсар қызы Мәншүк Мәмбетованың жерлеуге қатысқан қаруластар қатарында болған. Бір күн наступление болды дейді, қай күн екенін айтып отыратын еді. Наступление болды дейді, олар мына бір командада, бұлар бір командада болған, жаңағы Беларусь майданында болған ғой. Содан қиян кесік соғыс болды дейді, алға деп жүгіріп баратырмыз дейді. Немістер шегінді дейді. Сол кезде сейреп қалған екенбіз дейді, қасымда тағы бір пулеметчик бала болды, екеуміз адасып қалғанбыз дейді. Содан санды алып келе жатырмыз, бір кезде кешқұрым орманның жағасында бір топ солдаттар тұр екен дейді. Жақында бек командирі стой паролыңды айт деген ғой, парол айтады екен. Сосын паролды айттық дейді. Сосын жақындап келіп азғантай кідіріңдер деп айтты. Аяулы да қымбатты қарындасымыз Мәншүктен айырылып тұрмыз. Сол Мәншүкті жерлейік. Содан кейін өздерің шаштыларыңа барасыңдар деп айтты дейді. Содан Мәншүкті жерлеп топырақ салдық дейді соған. Содан кейін қасымызға тағы 2 солдат қосып, баяғы өзіміздің паролімізбен апарып тастап, біздер үйірімізге қосып қайтып келдік дейді. Енді олар бір командада, бұлар бір командада болған. 40 күн қырғында ажалды өледі демекші, қанды қырғыннан Түймеш апаның жары 1946 жылы аман есен елге оралады. Түймеш апа екеуі 1955 жылы отау құрып, ұрпағын өрбітеді. Соғысты бастан өткеріп, Берлинге ден барып қайтқан соғыс ардагері ұл қызына тағылымды тәрбие берілді. Отан қорғау ер азаматтың борышы екендігіне құлақтарына құйып отырады. Ал 70-тің жетеуіне келген Түймеш апа жарының өткен өмірі жайлы барлық естеліктерді көзінің қарашығындай сақтап, ұрпақтарына жеткізіп келеді. Ол әдепкезде бұғалдыр болды, поштада бұғалдыр болды. Содан рейсебезде инвалидтерге документ тақтайтын бұғалдыр болды. Сөйтіп жүріп өзін инвалидке дайындамаған ғой. Аман есен келдім болды, маған пенсияны керегі бар деп жүріп. Мен де бұғалдыр болдым, сельсоветте бұғалдыр болдым, районада бұғалдыр болдым. Екеулі балдарды адам қылдық қойды. Бешера 3 келін алды, балдарды оқыттық. 88 жылы бір жемен жазылмайтын ауқатқа ұшырады, 88-де қайтыс болды. Неше жасында? Тек немереден пайысқанды көрді. Ақзира 2 немересін көрді. Мен немеренің кеш көрдім, мен кеш үйлендім, уақытым соғысқа өтті деп 2 немересін айрықша көретін еді. Соғыс ардагері бірінші дәрежелі отан соғыс орденінің Германияны жеңген үшін, Варшаваны азат еткен үшін медальдерінің иегері Асанхан Мырзашаев пайғамбар жасында 63 жасында өмірден озады. 42 жыл соғыс ардагері майданда алған жарақаттан денесінде қалған снаряд жарықшағымен өмір сүріп келіпті. Сол жарақаттан өмірден өтті дейді Түймеш апа. Бүгін ардақты ардагердің ұрпағы Түймеш апамен бірге Теміртау қаласында тұрып жатыр. Ал бүгінгі немерелері батыр аталарын мақтан етеді. Менің атам өте ақылды адам болған деп айтқан, соғыс ардагері де болған.
одан парға ақыл сұраған екен. Және де мен сол атамның осындай батырлығымен барлығына мақтаныш етемін. Және де осы ұлы жеңісімізге 70 жыл болғанына мен осындай тақпағанды айтқым келіп отыр. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа, ұрпағына үлгі болған ғұмырын, ұқсатамын жарқылдаған құрышқа. Жүру үшін тура жолдан бұрылмай, ар мен намыс бірге туған ұғымдай, біздер үшін рухы биік бауыржан, батырлықпен ақиқаттың туындай. Жеңістің 70 жылдық мерейтойы Мырзасаевтар отбасы үшін де ерекше мереке. Бұл күні марқұм болған әкелерін, ұл қыздар мен немерелері еске алып аруағына тағзым етеді. Ал соғыс ардагерінің жұбайы Түймеш апа оның ерлікке толы өмір жайлы ұрпағына тағылымды әңгімесін жалғастырып келеді. Құдай бұндай соғыс болмасын, ел тыныштық болсын. Осы мына сондай қайсарлықпен отанды қорғап қалған әруақтардың рухы кейінгі жастарға дари берсін. Солардан үлгі алсын. Балдар сондай табанды болсын, мейірімді болсын, о соғысты келтірмесін деген менің отан қорғау әрбір баланың міндеті ғой. Айтқан ғой, баяғыда пасторшыда айтатын еді. Ілнәгері өлдір ақ семсері амангері тотпаспасын, ел қорға ұлы күннің туыса шағы деп. Әрбір азаматтың міндеті ғой, ол ел қорғау керек. Сол үшін мына ата-бабаларының әруағы, осылардың ерлігі кейінгі жастарға дарсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, осы соғыс кездер көрмей-ақ қойсын, басына бермей-ақ қойсын. Енді мына өкіметке де рахмет, сондай қан төгіп, неғып атқандарды елеп 70 жылда. Соғанда төбеміз көкке жетіп қалады.